Тұрғындар тілегі тасада қалмайды. Осындай ұранмен әр жұма сайын шаһар басшысының қоғамдық қабылдау өтуде. Онда қала әкімі арызын арқалаған ағайынмен кездесіп, мәселесін шешуге көмек қолын созуда. Бұл жолы кезекті қабылдау қант зауыт алқабында ұйымдастырылды. Онда жамбылдықтар Жылқыбаевқа жауыр болған мәселесін жеткізді. Кезекті қабылдауға келген тұрғынның бірі Марина Сайгина. Ол шаһар басшысынан кирпичный шағын ауданына спорт алаңшасын салып беруді өтінді. Аталған аумақта бос жатқан жер көп бола тұра, осы күнге дейін бірде-бір балаларға арналған ойын алаңшасы салынбаған. Енді қала тұрғыны бұл мәселені шешу үшін әкімнен көмек қолын созуды сұрайды. Кирпичный шағын ауданына көшіп келгелі балаларға арнап спорт алаңын салдыру басты мақсатым болды. Себебі балалардың ойнайтын жері жоқ. Бірнеше рет шағым түсірдім. Алаңшаны тұрғызатын жер бар, бірақ әрекет жасайтын ешкім жоқ. Сол үшін бүгін қала әкімнің көмегіне жүгінуге келдім. Балалардың бос уақытын тиімді өткізу үшін спорт алаңы керек. Осындай тілекпен қайырылған тұрғынның талабын қала әкімі Ержан Жылқыбаевтың өзі тыңдады. Шаһар шендісі алдағы уақытта балалар алаңшасын салуды қолға алатынын алға тартты. Давайте так сделаем, вы изучите, потом рассчитайте все это, потом на этот проект включите и внесите предложение. Включим бюджет, потом будем или участковый, или через спонсорский. Самое главное, самое главное все это просчитайте, что необходимо от населения, что хочет. Это игровую или футбольную или что. Мы все не можем охватить. Бұл көшпелі қабылдауға мұңы мен мұқтажын талап тілегін арқалап келген халықтың қарасы қалың болды. Сәйкесінше арызданып келген қарашаның мәселесі сол мезетте шешімін тауып жатты. Айта кетейік, мұндай көшпелі қоғамдық қабылдаулар әр жұма сайын өткізіліп, тамыз айына дейін жалғасатын болады. Аружан Задабек, Самғат Қойшыман, Жанболат Андабаев, Тараз 24.